Екінші қадам, біз энергия бар, нені қалаймыз, келесі әрекет не туралы осыған тоқталып айтамын. Әрине, алғашқы бірінші сабақтың өзінде не үшін біз жалқауланамыз, енді біз іске кірісіп кетпегенімізді, ой, біз жалқаумыз деп отырамыз ғой, негізінен қарапайым сізде энергияның болмауының салдары шығар, иә. Сол себептен ұйқыны дұрыстап, кішкене режимді дұрыстап, өзіңізді энергиямен толықтырдыңыз деген ойдамын. Ондай болса, сіздерге уәде етілген техникамен бөлісейін, иә. Егер ұйқыны дұрыстағанның арқасында энергия әлі де көп жиналмай жатса, іске кірісіп кете алмай жатсаңыз, мынау техника сізге нақты көмектесетіні сөзсіз, иә. Себебі ол тым қарапайым, бірақ нәтижесі сондай керемет, иә. Ең бірінші энергия жинау үшін не істейміз? Жалқаулық басты деп айтамыз, бірақ негізінен біздің жан тәніміз әрекетсіз жатуға бейімделмеген. Оны қалай байқауға болады? Сізге бұл техниканы жасау барысында белгілі бір уақыт арасында сізге ешкім кедергі келтірмеуі керек. Барлық телефонды беззвучныйға қоясыз, интернет бәрін өшіріп тастайсыз, сізге жазу керек адамдармен алдымен келісіп алып, ешкіммен жазбаймын, сөйлеспеймін деген секілді барлық уақытыңызды босатыңыз да. Ар кетсе 1-2 сағат қана, 1-2 сағат біз Инстаграмда да тез өткізіп жібереміз, иә. Сондықтан да осы техникаға уақыт табыңыз. Не істейміз? Барлығын өшіреміз, барлығын келісеміз. Төсекке, мысалы, құр жатыңыз да, аспанға, потолокқа қарап жатыңыз. Құр жатыңыз, еш нәрсе істемеңіз, иә. Бірден ыңғайлап жатып алсаңыз болады, себебі бұл техникада аяқты да, қолды да, денені де ешқандай нәрсені қозғалуға болмайды. Тек қана аспанға қарап жатасыз. Болды. Иә. Тым қарапайым, иә. Дегенмен бізде не болады? Біздің баста неше түрлі ойлар пайда болып бастайды. Не үшін мен жатырмын? Қазір барып үйдің шаруасын істеп тастау керек еді, баланың мынаусын істеп тастау керек еді, балаға сабақ істеп көмектесу керек еді, жұмыстан мынаған жауап беру керек еді, анаған хабарласу керек еді. Мида көп ойлар пайда бола бастайды. Яғни сіз тыныш ұзақ уақыт жата алмайсыз негізінен, бірақ біз жатуымыз керек. Біз тұрып кеткіміз келеді, мұрнымыз қышығымыз кетеді, басқа зат істегіміз кетеді, оны да істеуге болмайды. Сіз құр жату керексіз. Яғни сіз шаршап жүрсіз ғой, сізде энергия аз. Ондай болса жатыңыз, демалыңыз, иә. Тура сол сияқты қозғалмай жатуыңыз керек. Төсекте аспанға қарап жатасыз, потолокқа, иә. Және мына ойлар келе бастайды ғой, сіз оны теннис ойында допты бүйтіп теуіп жібереді ғой, тура сол сияқты кез келген ойды сіз теннистегі секілді допты қайтарады ғой, тура сол сияқты ойды да қайтарып отыруыңыз керек. Егер қалай қайтарамын деген сұрақ туындаса, тура ойша миыңыздың ішінде жаңағы бір теннис ойнап жатқан адамды елестетіңіз де, жаңағындай барып ыдыс аяқ жуу керек еді деген ой келді ма? Допты қайтарғандай сол ойды қайтарып жіберу керек. Жоқ. Сен жаңа техника жасап жатырсың, қозғалмай жат, еш нәрсе ойламай жат. Сосын жаңағындай, ой, не үшін жата бересің? Бұл болмайды ғой. Бар видео түсір, иә, мысалы ретінде. Ананы істе деген секілді басқа ойлар пайда бола бастайды. Сіз оларды да не істейсіз? Допты қайтарғанда бүкіл ойды қайтара бересіз. Оңай емес, бірден айтайын, өйткені мен өзім жасағам, бірден телефон ұстағым келіп кетеді, біреу жазды екен, біреу ан жақта мен іздеп жатқан шығар, иә, ан жақта бір нәрсе болып жатқан сияқты деген сияқты. Бізді әрқашанда бір нәрсе тыным таппай жатамыз, бірақ шыдаңыз, соңына дейін шыдаңыз. Соңын қалай байқауға болады? Яғни сіз осы ойды қайтарып отырасыз ғой, допты қайтарғанда, иә, сізде бастап мүлдем ешқандай ой қалмайтындай жағдайға жетуіңіз қажет. Немесе ұйқыңыз қанбай жүрсе, сіз мүмкін бұл техника жасау барысында ұйықтап кетуіңіз де әбден мүмкін, иә. Сондықтан да сіз денеңіздің тәннің ақысын бересіз солай, иә. Не ұйықтап нетесіз, немесе сіз ұзақ уақыт бойы барлық ойды қайтарып жібергеннен кейін толыққанды босағаннан кейін, жаңа уайым неден, иә, мысалы, сіз босағаннан кейін нағыз шынайы сіз қалайтын әрекетке энергия денеңізде жиналған кезде, сол кезде тұрып, сол істі жасап кетуіңізге болады. Мысалы, өте маңызды бір іс шаруа бар, иә, оны жасайтын, иә, және сіз оны көп уақыт бойы жасамай жүрсіз, бірақ оны жасап кету үшін жаңағыдай жатып бүкіл ойды қайтарасыз ғой, энергияға толған кезде, сол кезде барасыз да іске кірісіп кетесіз. Техника қарапайым, жасалуы оңай емес. Сондықтан міндетті түрде көріңіз, себебі мен өзім бұл техниканы өте жиі қолданамын, маған қатты көмектеседі. Енді техниканы бердім уәде етілген, ондай болса, бүгінгі сабағымыз энергия бар, нені қалаймыз. Яғни біз не істедік? Машинамен бір нәтижеге бір жаққа жеткіміз келсе, оны істейміз ең алдымен ішін
бензинмен толтырамыз, мысал ретінде. Тура сол сияқты біз өзімізді энергиямен толтырып аламыз. Келесі қадам қандай? Енді қараңыз, сіз машинаға бензин құйғанымен қайда баратыңызды білмейсіз, Театрға барасыз ба, демаласыз ба, тамақ ішесіз ба, жұмыс істейсіз ба, ешқандай қайда баратын соңғы нүктеңіз анық болмаса, сәйкесінше сіз жолға шығасыз ба? Сұрақ. Шығуыңыз екі талай секілді, өйткені сіз көз көрінген жерге көбісі адам бара бермейді ғой, өйткені ол жақта түсініксіз да. Ал қайда баратын білмесең, сәйкесінше сен ол жаққа да бармайсың, Мимен де тура солай. Егер мен сізге немесе жүріңіз, мен сізді кездесуге шақырам, күштілеп кофе ішейік, әңгімелесейік деп айтамын сізге, о, қандай керемет күшті, бірақ қайда кездесетінін сізге мекен жайын айтпасам. Алматы бойынша мыңдаған неше түрлі кездесетін жерлер бар, Мен сізге мекен жайын айтпасам, сіз нәтижеге жетесіз ба? Әрине жетпейсіз, Сол себептен сіз не істеуіңіз керек? Не үшін деген сұраққа жауап беру керексіз. Әрине, сіз кітап оқуыңыз келеді. Не үшін кітап оқу керек? Сторис жүргізу керек, ананы істеу керек, мынаны істеу керек, жүгіру керек, әрекет ету керек. Және бізде сұрақтар өте көп та, жаңағыдай бензин құйып алдық та, бірақ қайда баратынымызды білмейміз, Тура сол сияқты сізде не үшін деген сұраққа нақты жауапты білмесеңіз, ми еш нәрсе істемейді. Кітап оқу керек, не үшін оқу керек? Осыған жауап беріңіз. Бұған негізінен қатты көмектесетін 5 why немесе 5 почему, жаңағыдай 5 неге деген техникасы көп көмектеседі, Бұның кайдзенде де бар. Сіздер өзіңізге осы сұрақты қою арқылы әрекетке тез көшулеріңіз мүмкін. Мысалы, мен қазір ағылшын тілін үйренуім керек, Келесі жолы Америкаға кетеміз, сондықтан мен ағылшын тілін үйрену керек, бірақ мен ағылшын тілін әлі үйреніп жүрген жоқпын. Не істеймін? Өзімізге сұрақ қоямын. Не үшін мен ағылшын тілін үйренуім керек? Бірінші не үшін? Мен мысалы шетелдік компания тәжірибесін алмасу үшін, саяхаттау үшін, саяхаттағанда ашық сөйлесу үшін, не алмай сөйлесу үшін деген секілді өзіңіздің себебіңізді жазасыз. Мысалы, менде жаңағы шетелдік компания тәжірибесімен алмасу, себебі біз өсіп жатырмыз деген секілді, біз басқа мемлекетте қалай екенін түпнұсқасын білу үшін маған ағылшын сол үшін керек, Жақсы, шетелдік компания тәжірибе алмасу саған не үшін керек деген сұрақты екінші рет қоямыз, не үшін деген. Яғни Қазақстанның нарығында өз орнымызды, яғни алдыңғы қатарда болу үшін. Онда саған нарықта алдыңғы қатарда не үшін ол керек? Мысалы, табысымды арттыру үшін керек. Саған табысын арттыру не үшін керек? Яғни маған жақындарыма көмектесу үшін керек. Саған жақындарыңа не үшін көмектесу керек, Яғни мен өзімді жалпы қоғамға пайдалы сезінуім үшін керек деген секілді миға түпкі негізгі қалауды түсіндірген кезде, мен мысалы расымен де қоғамға пайдалы болғым келеді, сол үшін сабақтар түсіп жүрмін, сол үшін курстар жасап жүрмін, сол үшін компаниялар ашып жобаларды жүргізіп жүрмін деген секілді түпкі мақсатты біз анықтаған кезде бізде миымыз жаңағы Алматыға барамыз, Астанаға барамыз, Ақтау, Шымкент, қай қалаға барамыз деген секілді нақты жауап болған кезде сәйкесінше біз сол қалаға баратын әрекеттер жасап бастаймыз, Ондай болса, ми әрекетке көшу үшін не үшін деген сұраққа нақты жауап білуіңіз керек, және сізге тапсырма осы 5 why техникасын жасап көріңіз. Келесі сабақта біз сіздермен бірге іске кірісіп кетудегі кедергілер туралы айтатын боламыз. Ол да өте пайдалы сабақ, және естеріңізге салайын, 3 сабақты да қараған адам соңында уайымнан арылуға көмектесетін 5 техниканы сіздерге бонус ретінде беретін боламыз. Сондықтан 3-ші сабақта көріскенше.